Сәлем достар, бүгін сіздерге сәбіз салатының жылдам әрі дәмді, ең сәтті шығатын рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен 40 қабатқа тұз бен уксусты қосатын боламыз. Жақсылап араластырып алып, 5 минутқа қалдырамыз. Арнайы үкіштен өткізген сәбіздің үстіне жаңағы дайындап алған 40 қабатты салып, үстінен сарымсақ дәмдеуіштерімізді саламыз. Және чим-чим приправасын қосып, ыстықтай сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Қалауыңызша қияр, көк шөптерді де қоссаңыздар болады. Осылай барлығын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Мінекей достар, аз уақытта салатымыз дайын. Өте дәмді әрі жылдам дайындалатын, ең сәтті шығатын рецепт. Осы рецептпен дайындауға барлығыңызға кеңес беремін. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Егер видео ұнаса, тіркелуді ұмытпаңыздар.